Сәлематсыздар ма балалар? Бүгін 4-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен қарсы мәндес сын есім тақырыбымен танысамыз. Сабағымызда дерек көздерден сызба, сөздік, кестелер, суреттер, бейне материалдар арқылы сын есім туралы жаңа ақпарат аламыз. Ай мектеп. Аға, қазір қай тақырыпта жаттығамыз? Қарсы мәндес сын есімдерді көрейік. Мен сын есімдерді білемін. Олар заттың түрін, түсін, пішінін, дәмін, басқа да түрлі белгілерін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үлкен, қызыл, дәмді алма. Жарайсың. Мұны білгенің жақсы. Ал енді үлкен, дәмді сөздеріне қарама-қарсы мағыналы сын есімдерді білесің бе? Иә, үлкен алмаға кішкентай алманы, дәмді алмаға дәмсіз алманы қарама-қарсы мағыналы деуге болады. Міне, осындай мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді қарсы мәндес сын есімдер деп атайды. Аға, қызыл және жасыл сөздері бір-біріне қарсы мәндес сын есімдер ме? Жоқ, Дана, түс атауларының ішінде ақ пен қара ғана қарсы мәндес сын есімдер болады. Ал қалғандары осы екеуінің арасындағы түстер болып есептеледі. Түсінікті. Ендеше, мына тапсырманы орындайық. Әр суретте бейнеленген екі нәрсенің бойындағы қарама-қарсы сын есімді тауып айтуымыз керек. Қоян қорқақ, арыстан айбатты, қауырсын жеңіл, ал тас ауыр. Піл үлкен, ал тышқан кішкентай. Шырша мен қайың Қайың биік, ал шырша аласа. Түйе ірі, қой ұсақ жануар. Жылқы асау, қой момын болады. қар ақ, көмір қара. Қыс суық, жаз ыстық. Аға, біз екеуміздің мінездерімізге қатысты қарсы мәндес сын есімдер айта аласыз ба? Біз екеуміздің? Ойланып көрейін. Қайталайық. Қарсы мәндес сын есім. Сын есім заттың түрін, түсін, пішінін, дәмін, басқа да түрлі белгілерін білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үлкен, қызыл, дәмді алма. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді қарсы мәндес сын есімдер деп атайды. Мысалы, үлкен, кішкентай, дәмді, дәмсіз, қызыл, жасыл сияқты түс атаулары қарсы мәндес сын есім бола алмайды. Түс атауларының ішінде ақ пен қара ғана қарсы мәндес сын есімдер болады. Ал қалғандары осы екеуінің арасындағы түстер болып есептеледі. Әр жұп суретке мұқият қараңыз. Сөздерді оқыңыз және қарама-қарсы мағыналы сөздер тауып айтыңыз. Сол жақ, оң жақ, үлкен, кіші, ауыр, жеңіл, жылдам, баяу, ыстық, салқын, ашық, жабық. Сын есімдерден қарсы мәндес сын есім
дара сын есім, күрделі сын есімдерді анықта. Ақ, қара. Көкшіл. Қара торы. Ұзын, қысқа. Тып-тыныш. Әдепті. Қорытындылайық. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді қарсы мәндес сын есімдер дейміз. Мысалы, қалың жұқа, үлкен кіші, қатты жұмсақ. Үй жұмысы. 42-ші, 43-ші жаттығуларды орында. Ережені оқып, есіңе сақта. Назарларыңызға рахмет.